Еще мамаға iPhone подарок етуге болады. Оны не істейді? Қайта күшті емес па? Камерасы әдемі. Еще мама суретке түскенін ұнатады ғой. Соны айтам. Қатты қымбат емес па? Мамамызға не жалко ғой, қандай сума болса да. Не жалко ғой. Бірақ біз вообще ақша таппаймыз ғой. Жотамыздар. Күнде сөйтіп атсыңдар. Біреудің құлағы қатты шыңылдап жатқан шығар. Сендер қатты өсек айтасыңдар ғой. Сендердің істеп тұрғандарың да өсектен кем болып тұрған жоқ. Серьезно, не айтып жатырсыңдар? Мама ертең туған күні ғой, соны ойластырып жатырық. Қойшым ба нешеге толады мама? Білмейміз. Білмей қалай құттықтайсыңдар? Сен білесің ба? Иә да, 18-ге толады ғой. Құмаш қайдағы 18? Білмеймін ғой, үлкен әйелдер солай айта береді ғой. Енді не сыйлайтын болдыңдар? Ойларың бар ма? Я iPhone деп отырық. Давай. Бәріміз қосылып кредит алсақ та жетпейді ғой. Алсаң жетеді ғой, неге жетпейді? Кредит бермейді де өйткені бізге. Неге iPhone дұрыс деп шештіңдер? Мүмкін маманың өзін сұрап көрерміз. Ол сосын сюрприз болмай қалады ғой. Хотя бы не ұнайтын бір болар енді. Берген сыйлығы ұнамай қалса да болмайды ғой. Жүріңдер онда, сұрап көрейік. Да. Не болды? Тыныштық па? Мама ертең қандай күн екенін білесіз ба? Вторник? Жоқ, басқа. Қандай басқа? Ыстық күн? Жоқ. Ой, не істеп тұрсың? Бірден айтсай, маманың басын қатырдың ғой. Туған күніңіз ғой сіздің, мама. Иә, ертең менің туған күнім. Мама, сізге соңғы уақыттары не ұнап жүр? Сыйлыққа не алғыңыз келетін еді? Я, мама, айтыңызшы, біз сізге не берсек болады екен деп ойлап жүрміз. Ой, жандарым сол. Сендерде маған ештеңе керек емес. Сендердің осындай алтын ниеттерің болса болды. Бұдан артық үлкен сыйлық жоқ маған. О, құтылып бір екеміз ғой онда. Ой, тыныш тұршы, Мирас. Шынымен ба, мама? Я, шынымен. Сендер аман болсаңдар болды маған. Точно ғой, я, мама. Точно. Ренжіп қалмас па солсын? Ренжімеймін, бара беріңдер. Қарайсыз ғой енді. Алтындарым сол. Сендерді маған Құдай бере салған ғой. Точно ренжіп қалады, сыйлық бермесек ше. Керек емес деп айтты ғой өзі. Ол әйел адам ғой, ламатия етіп тұрғаны ғой. Сразу айтса да дұрыс емес қой. Енді не сыйлаймыз? Сыйлық алам дегендер қолдарын көтеріңдер. Так, құттықтауымыз үшін торт керек, әжемі дастархан керек. Все-таки туған күн отырыс болу керек қой. Және сыйлықтың өзі керек. Бөлініп осы заттарды ұйымдастырайық онда. Мен торт жеймін. Дархан, тортты жеу емес, дайындау керек. Давай. Как раз, Дархан, торт жақсы көрсең, Аймекен мен Мирас тортқа жауап берсін. Сен оларға көмектес. Хорошо. Мен Алихан, Аружан ішті безендірейік. Ал Айгерім, Айдын және Арсен сыйлық алыңдар. Бәрін келісесіңдер ме? Я, Келсем. Кіріспес бұрын кішкентайларды да шақыртып алайық. Дұрыс айтасың, алыңғырсаң қателерін жуып шешсін. Ал енді давайте. Бірінші кезекте плакаттарды іліп, шарларды үрлеп алуымыз керек. Қай жерден бастаймыз? Алдымен плакаттарға жазып алайық. Не деп жазасыңдар плакатқа? Happy birthday деп жазамыз. Анашым туған күндерін деп жазамыз. Қате жазып қойып жүрмеңдер, ұят болып қалмасын. Сөзімді қайтып алдым. Жарайды, қыздарсыңдар, плакатпен айналыса беріңдер, мен шарларды үрлеп төбеге келем. Төбеге бойың жете ма сенің? Сол да сөз болып па? Жарайды, онда бастайық. Аружан, музыка қоса салшы. Жарайды, қаз.
Молочный девочка алайық, мама қатты жақсы көреді. Иә, байқаған алдында сол молочный девочканы қатты жақсы көріп жеді ғой. Тортты сырттан аламыз ба не? Пісірмейміз ба? Пісіре аласың ба? Жоқ. Онда не дейсің? Доставкамен берсек сол тезірек әрі дәмді болады ғой. Енше заказ берейік осы тортқа. Қаз берем. Стоп, ақша бар ма? Вот сол сұрақ. Доставкамен қанша болады екен? Доставкамен қосқанда 5000 теңге деп тұр, менде 2000 теңге бар. Әдемі, енді 3000 керек, е? Мен бөлмемде 2000 теңге бар. Так, енді Енді 1000 теңге керек болып тұр, е? Қайдан алсақ болады екен? Әдестіп тұрсың ба? Ойнап айтам. Міне, менде сол 1000 теңге бар екен. Енді жеткен шығар, е? Так, заказ беріп қойдым, енді күту ғана қалды. Ең маңыздысы бізде сияқты ғой. Сыйлық алуымыз керек. Сыйлық алу үшін ақша табуымыз керек. Мамаға мүмкін бір әшекей бұйым алып берерміз? О, тема. Мен келсем. Айгерім, сен не ойлайсың? Керемет. Кез келген қызға әшекей бұйым ұнайды. Қане, ашып қарайық, инстада бағасы қанша екен? Қарамай қымбат екен айта аламын. Ақшаны қайда табамыз онда? Мен жинап жүрген азнаулақ ақшам бар. Сенің ақша жинап жүрген явно жетпейді ғой. Менде идея бар. Мүмкін көшеге шығып ән айтармыз. Мен сені түсінген сияқтымын. Мен ғана ма түсінбей тұрған, сені не істегілерің кеп тұрған? Біз көшеге шығып ән айтамыз. Адамдар бізге ақша береді. Бас қайда жатыр, әдемі жоспар. Кеттік акті залға, дайындалайық. Кеттік. Сендер әдемі жазады екенсіңдер ғой. Тема. Ондаймыз бар енді. Маманың туған күні ғой. Бәрін әдемілеп жасау керекпіз. Мамамыз осыған лайық. Тоқташ, осы маманың туған күні ертең емес па? Заманнан сәл кешіп келе жатырған сияқтысың, 12-ден кейін құттықтаймыз ғой енді. Соны да білмейсің ба? Мама, сендер отбой деп ұйықтатып тастамасын. Жарайды, тез жасап тастайық. Жадам, көрер хабарласпады ма? Жоқ әлі. Тез хабарласпаса Дархан, екеуміз жейтін болып тұр ғой. Алло, Сәлеметсіздер ме? Мен торт әкеліп едім, шығасыздар ма? аха, жарайды. Торт келіп жүріңдер. О, Сәлеметсің. Сіздерде оплата наличка, Каспий. Наличка, әнекен бере салшы. Все, рахмет. Сау болыңыздар. сау болыңыз. Қане, көрейік. Ё-моё. Мұнаға не болған? Молочный девушка емес, молочный әже болып келіпсіз ғой? Саған енді не істейміз? Тойдан келген торт нан жанында әдемірек болады ғой. Алмамен жабысып жатса да. Бізде енді ақша жоқ, басқа торт алуға. Негізі, торт пісіру оп-оңай ғой. Торт пісіре аламын деші. Әрине, өзім жақсы көретін тәттіні өзіме пісіре алмасам, неліктен сүйікті асым ол? Дархан, сен красавчиксің. Бір торсын мақтап кете салдың ба? Елессе де, елеспесе де. Осының бетіне мақтауға болмайды ше. Қазір көрсем сендерге, жүріңдер асқалаға. Жарайды, кеттік. Келуін келдік ал. Енді не істейміз? Ән айту білесіңдер ме өзі? Әнді білмеймін, бірақ ән айта алатын баланы білем. Ол кім? Анау кішкентай Хамза ше? Ән айтатын ба? Иә, Сен онда кішкентай баланы әкеле бер. Ал біз екеуміз дайындала тұрамыз. жарайды, кеттім. Қара.
Нема Дархан? Точно естіп қарап тұра берсек, торт өз дайым бола ма? Ну, тым қозғалып жатқан жоқ қой. Мойындай Саша, сен вообще торт пісіру білмейсің ғой, Иә, бірақ пісіруде қорқпаймын. Давай, Аймекен, ютубқа молодая девушка в домашних условиях деп жазшы. Олай жасам, мен де жасап білемін. Досым және Аймекен, қойыңдар болды. Іске кірсек. Не керек сандарған, мен онда магазинге барып келе берейін, Көп керек емес, тек маскарпоне болса болды. Масқара дейма, не дейтін ау? Торттың бетіне жағатын кремнің аты ғой. Жарайды. О, Хамза, қалайсың? Жақсы. Хамза, сенен көмек сұраймыз деп отқанбыз. Мен бәрін айтып қойдым, Арсен. Сен қандай ән айтасың? Дарьте женщинам цветы. Онда қаздаға шығып сол әнді айтасың ғой, Иә. Кеттік. Жігіттер бізді полиция ұстап алмай ма? Жоқ, анақта қыз отыр ғой. Соның қасына отырайық та. Дайынсың ба, Хамза? Иә. Дарьте женщинам. Қазірміз. Кеттік онда. Кеттік. Сендер жайма балалар? Басқа жер таппадыңдар ма? Кешіріңізші, тәте, бізге срочно ақша керек болып тұр. Қай жақтансыңдар өзі? Номер 5-ші балалар үйден. Балалар үйі? Мамамыздың ертең туған күні. Соған сыйлық алуымыз керек. Онда мен сендерге көмектесейін? Иә. Дарьте женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам цветы, навсегда все цветы. Анашым, сізге ешкім жетпейді. Қараш, қазірдің өзінде әдем көрінеді. Мама, залға келген кезде таң қалу керек. Ол кісі бізді көп қуантты. Енді біздің кезеңіміз қуантатын. Сол үшін бәріміз талайық. Осы қалғандар не істеді екен? Аймекен, Мираш және Дархан асханада болған, торт пісіріп жатқан. Ал Айгерім, Айдын және Арсен оларды әлі көрмедім. Сыйлық алып жатырған шығар. Не сыйлық таңдады екен? Айфон қымбат екен, түсіндіру керек еді оларға. Әркімнің өзінің жұмыстары бар. Біздің басымыз мына безендірумен ауыру керек. Сосын торт дайын болғаннан кейін свеча қойып, маманы бірден құттықтай салайық, иә? Бітіріп алсыңдар бірінші. Әлі жасалмаған, әлі бітпеген торттың тағдырын шешіп атсың ғой. Айко, әшекейді қайдан аламыз? Магазинді көрсетші. Міне мынадан алайық. Мынау базардағы магазин ғой? Я, кеттік ендеше. Бар балайық. Наконец-то. Мама қуанатын болды ғой. Тәте, сізге көп-көп рахмет. Оқаш жоқ балалар. Мамаларының туған күні құтты болсын. Әпке рахмет. Сіз қандай жақсы адамсыз. Сізге тағы бір өтінішіміз бар. Хамза, сен тәте үйге апарып тастайды, иә? Иә. Үйдегілер не істеп жатыр екен өзі? Дайындалып жатқан шығар. Білгенде үйге келсем ұйықтап жатса. Сен сияқты ұйқымас емес қолар. Айдын, дым күлкілемес. Міне осы жерге келдік. Ақшам жете ма өзі? Ақшам жетпесе, сен қалдырып кетеміз. Мамам қалдырған азы. Кешірші досым, ойнап жатқаным ғой. Екеулерін қырылып қалмай тұрғанда ішке кірейік дейсіз. Кеттік. Міне досым. Дұрыс қой, Не мұны? Мен саған маскарпоне дедім мо?
Жарайды, осы болады енді. Енді осы торттың бетіне жағып, мама туған күніңмен деп жазу керек. Мүмкін тағы 4 заказ бере салады. Маған да сол вариант тез сияқты болып тұршы. Сонда маған сенгілерің келмей тұр ма? Жоқ, сенеміз ғой саған. Тек саған күш беріп, конкуренттер жамандап жатқанымыз ғой. Ай, қайдам. Вуаля, молочный Дархан. Өзің шлиғат жақсы көресің, Сәл-пәл бар енді. Бірақ қазір бізге маңыздысы торттың дайын болғаны. Біз туған күнге дайынбыз. Қараңдар, әдемі болып тұр, я. Сюрприз деп осын айту керек. Біз бүгін жарадық. Мамаға ұнайтыны сөзсіз. Алихан, сен не ойлайсың? Мен енді ойымды айтатын болсам, енді... Депутаттар ұқсамай, тез айтшы. Оформление, тема болған. Кішкентай сөзге көп көдірдің ғой. Так, торттары дайын болып қапты. Біз дайынбыз. Енді сыйлық группаға жазшы, актузалға жиналайық деп. Айгерім, сен мамаға iPhone подарок етуге болады деп едің ғой. Есіңде ме? iPhone подарок ету үшін Хамзаны ертіп алып, бір ай ән айту керек сияқты ғой. Қош, мамаға осы ұнаса болды. iPhone жыл сайын жаңа шығады. Ал ол бұзыла береді. Ал бұны мама ұзағырақ тағады. Ол да дұрыс бірақ. Мен қарным ашып тұр, ақша алған жоқ өзі. Жоқ, қалмады. Туған күнге шейін шыдай енді. Балдар шақырып отыр. Торт дайын, кеттік. Жүріңдер Дарханның шыддай бір мақтанып қайтайық. Чотам достар, миссияларыңды орындадыңдар ма? Бізде дайын, бірақ ойдағыдай болмады әрине. Бірақ бәрібірде торт дайындап алып келдік. Сендерде Шәйгерім. Сыйлық дайын деп есептей беруге болады. Мынау қымбат қой, ақша қайдан алдыңдар? Лям туда, лям сюда деп қоясың, өгәріч. Чотам өздеріндеші. Көріп тұрғандарындай бәрін әдемілеп дайындап қойдық. Сағат неше болды өзі? 12-ге 20 минут қалды. Онда примерно 10 минуттан кейін маманы шақыра береміз ғой, Дәл солай. Жарайсыңдар. Бұндай тұрымызбен туған күн ұйымдастыратын орталық ашамыз ғой дейм. Оппо, базар жоқ. Не деген оформление мұны? Мені де туған күнмен осы құттықтаңдар. Ал бауырлар, бізден сендерге қандай көмек қажет? Сендердің де бізге көмектесетін күндерің бар екен ғой, Щего, саған прикол керек па не сонда? Жоқ, әзілдеп атқанмын ғой. Уақытты кетірмей айтыңдар енді. Көмек керек па? Бізге осы жерге маманы алып кеп берсеңдер болды. Ол да сөз болып па? Кеттік қыздар. Кеттік. Түсіндір. Біз онда қалған тірліктерді бітіріп тастайық. Қайда бара жатырмыз? Қазір көресіз. Бұларың не? Мама, үрлеңіз. Мен сендерге керек жоқ деп едім ғой. Бұның қажеті қанша? Мама, жүріңіз.
Келіңіз, отырыңыз. Бұның барлығы сіз үшін. Мама, туған күніңіз құтты болсын. Сіз айттыңыз ғой, ең басты сыйлық ол сендердің көңілдерің деп. Міне, осы көңілден шыққан ұйымдастыру. Отыра қойыңдар, балалар. Аяулы мамамыз, туған күніңіз құтты болсын. У вас красивый помада. Я сегодня тамада. Неге үндемей отырмыз? Тілектер айтылу керек қой. Тамада ауыстыру керек. Ойбу, не болды мынау? Ендеше тілектің басы көп суретін айдың басасын бер кел. Ал, баса. Мама, мен сізді қатты жақсы көремін. Ауырмаңыз, сіз бізді қуантып, біз сізді қуантып жүре берейік. Болды, сол үшін алып қояйық. Алып қояйын, несі? Ойбу, аумин дегенім ғой. Молодец, Айдын, отыра қой орныңа. Аяулы мамамыз, сіз үшін домбыра шертіп берейін. Сол менің тілегім болсын. Жарайды. Ой, рахмет. Ал енді кезекте... Тамада. Осы енді пауза деген кнопка істемей қалған дейме? Мүмкін сыйлықтарға орын береміз. Мама, туған күніңіз құтты болсын. Мынау сіздің балаларыңыздың атынан сыйлық. Мұны қайдан алдыңдар? Мынау қымбат қой. Ұрлап алдық. Ойнап айтам, адал жолмен келген сыйлық. Рахмет алтындарым. Мам, біз сізді жақсы көреміз. Бізге берген ақылдарыңыз үшін, махаббатыңыз үшін көп рахмет. Мама, сіз біздің туған анамыз емессіз, бірақ сіз бізді қатты жақсы көресіз. Ай, Тамада, осы кезде бір анекдот айтсаң, мыналар жылап қалайын деп жатыр ше. Зачем бізге анекдот? Құрметті менің мамам, бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен сізді шын жүректен құттықтаймын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Бізді өсірдіңіз, жетілдірдіңіз, қолдан келгенше адам қылдыңыз. Біз сізді жақсы көреміз. Қос ұлыңыздың атынан жақсы бір әнімізді қабыл алыңыз. Тоғыз ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. Алты қат аспан астында анаңдай адам болмайды, анаңдай адал болмайды. Жалғызым жаным жаннапам, мақтадан мама қалаған. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Жалғызым жаным жаннапам, мақтадан мама қалаған. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар,
әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар, анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Туған күніңіз мама. Егер ұнаса төменге комментарий жазып кет, және біздің каналға тіркелуді ұмытпа. Сен, сен, дәл осы балалар сияқты мен бірге киноға түскің келе ме? Ендеше төмендегі байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.